Ол өзін 5 жыл бойы қамауда ұстаған ер адамның жертөле есігін құлыптауды ұмытып кеткенін аңғарды. Осы сәтті пайдаланып, еш кедергісіз бірінші қабаттағы шағын бөлмеге жетеді. Алайда оның да есігі құлыптаулы болып шықты. Жақындап қарап, қарапайым аспалы құлып екенін көрген соң, жерден мықты ағаш тауып алды да бар күшімен құлыпты ұра бастады. Осы кезде әлгі ер адам есікті құлыптауды ұмытып кеткенін есіне түсіріп, қатты абыржиды. Көлігін кері бұрып, үйге қарай бар жылдамдығымен асықты. Лили құлыпты қайта-қайта соғып, ақыры оны сындырады. Сыртта ешкімнің жоқ екеніне көз жеткізу үшін абайлап сығалады. Шығатын есікті ашуға тырысқанымен, оның сыртынан бекітілгенін түсінеді. Сөйтіп тақтаймен шегеленген терезеге назар аударды. Терезені бұзып шыққан әлдеқайда жылдам екенін түсініп, соны іске асыруға бел буады. Осы кезде тас жолда Хэнсон газды барынша басып келеді. Егер Лили қашып кетсе, өмірі тас талқан болатынын жақсы түсінетін. Алайда дәл жетейін дегенде жылдамдық асырғаны үшін соңына полиция түсті. Ескерту алған соң амалсыз көлігін тоқтатуға мәжбүр болады. Айыппұл рәсімделіп жатқанда Лили терезені бұзып шықты. Көз қарықтырар күн сәулесі ішке түседі. Ол бір сәтте бөгілместен сыртқа жүгіріп шығып, орманды кесіп өтті. Көп ұзамай өзенді көргенде еркіндікке шыққанына сенбей, көз жасына ерік береді. Жасын сыртып қайтадан жүгіре жөнелді. Аздап тыныстау үшін тоқтаған сәтте, көліктің дауысын естіп, еш ойланбастан жол жиегіне шығып, оны тоқтатуға тырысады. Үміт пен үрей аралас жанармен қарап тұрған Лилиге көліктегі адам түсіп, оны үйіне жеткізіп салды. Үйдегі анасы есіктің қатты қағылғанын естіп, төменге асыға жүгіреді. Есікті ашқанда қарсы алдында Лили тұрған еді. Анасы мен қызы құшақтасып, егіліп жылап жіберді. Сімлісі Эбби де жүгіріп келіп, әпкесін құшақтап, бірге еңіреп жылайды. Үшеуі қауышқанмен, анасы бірден полицияға хабарласуды да ұмытпады. Полиция көп ұзамай жетіп береді. Бейтаныс адамдарды көргенде Лилидің бойын тағы да үрей биледі. Тергеушілердің жұмсақ сұрақтарына алғашында жауап беруге қорқып, Хэнсон туралы ештеңе айтпайды. 5 жыл тұтқында болу оның санасына терең қорқыныш ұялатқан еді. Бірақ анасы үнемі жігер беріп, Эбби де оны сабырға шақырды. Ақыры Лили бар шындықты айтып береді. Хэнсонның есімін естігендердің бәрі есеңгіреп қалды. Ал сол уақытта Хэнсон лашыққа қайта оралып, Лилидің қашып кеткенін көреді. Ол дереу үйіне жетіп, қыздарына қарап отырған әйеліне тез жиналуды бұйырды. Шетелге ұшатын билеттерді алып қойғанын айтып, бірден кету керектігін жеткізеді. Әйелі не болғанын түсінбесе де, оның түрінен жағдайдың өте ауыр екенін байқап, үнсіз дайындала бастады. Көп ұзамай полиция келгенде үйде ешкім болмады. Бірақ Хэнсон бір нәрсені ескермеген еді. Полиция барлық жолдарды жауып үлгерген болатын. Әуежайға бет алған ол жолын өзгертуге мәжбүр болып, алдымен жол бойындағы шағын мейрамханаға кіріп, қалай құтылудың амалын ойластырады.